керек қой енді біздің тіліміздің уровнясы да не ғой аға. Не? Может төмен болған шығар, может басқа ел үйренбеуіне қарағанда. Мен түсінбеймін, мен соны білмеймін. Неге сен ойлайсың? Геральт Бельгер деген өзінің ұлты не, бірақ қазақша таза сөйлейтін, қазақша жазатын жазушының кітабын оқыдың ба сен? Геральт Бельгер мақалаларды. Сол кісі айтады, қазақ тілі ең бай тіл дейді. Орыс тілі шаңына да тұрмайды. Абай жолы поэмасында бәленбай сөз бар мысалы қазақ тілінде. Орыс тілінде ондай сөздер жоқ деп жазған. Оқымадың ба кісінің мақаласын? Оқымадым, мысалға долг деген сөз бар ғой орыстарда. Соның қазақша қанша синонимі бар екен білесің бе? Жоқ, білмейді екен. Мысалға бір ғана орыстың долг деген сөзінің қарыз, борыш деген сөздері бар қазақ тілінде. Демек қазақ тілі бай тіл ғой, дұрыс па? Сен айтасың деңгейі төмен дейсің. Ау? Орыстарда сонда бірақ не ма? Бір синоним ба долг? Енді басқа бар ма долг деген? Бір мағына. Бір мағына, қазақтарда қарыз бар, дұрыс па? Борыш бар. Деп айтады, займи. Займи деген ол қарызға алу, это глагол ғой, глагол, етістік қой. Мен саған существительно зат есімді айтып отырмын, түсінесің бе? Долг деген сөзді. Сол сияқты мысалда көп келтіре аламын. Орыс тілінің өзі бұл искусственный тіл екенін білесің ғой. Орыс тілінің 40% сөздері қазақтың сөздері. Деньги, теңге, таможня деген, лошадь деген сөздердің бәрі түркі тілдерінен енген сөздер ғой, білесің бе оның бәрін? Сундук, сандық, хамут, қамыт екенін білесің бе сен? Арқан екенін білесің бе? Аргамак деген сөз, арғымақ деген сөз, өрік деген, өрік деген сөзден енген. Сондай сөздердің бәрі ол қазақ тілінің бай тіл екенін білдіріп тұр ғой, дұрыс па? Иә. Бұл жерде саяси қателік кетіп отыр бізден. Біз 30 жылда өз тілімізді дамыта алмадық, дұрыстап. Одан кейін біз отар ел болдық, біз колония болдық, білесіз ба, түсінесіз ба сіз? 300 жыл сіз Ресей колония болдыңыз. Жаңа мен бекер айтып отқан жоқпын. 1916 жылы қазақтар көтеріліс жасаған. Қазір Ресей мобилизация жүргізіп отыр ғой, тура сондай мобилизация өткізген Ресей империясы. Бірақ ол трудовой мобилизация болды. Сол кезде қазір бір